Көлігіне бейәдеп сөз жазған азамат айыппұл арқалады. Тұрғындар артқы терезесіне былапыт сөз жазған көлікті бейнетаспаға түсіріп, әлеуметтік желіге жариялаған. Сондай-ақ бұзақылық туралы полиция қызметкерлеріне хабарлаған. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру барысында артқы терезесіне былапыт сөз жазған ВАЗ-2199 көлігінің тізгіндеушісін Глубокое ауданы Бобровка ауылынан тапты. Шығыс Қазақстан облысы Бобровка кентінің азаматы өзіне тиесілі жеке ВАЗ-2199 автокөлігі ұсталды. Ұсталу барысында автокөліктің техникалық ақауы білінді. Яғни осы ақау бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтың 595 бөлімі бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Автокөлікті тоқтату барысында автокөліктің артқы терезесінен былапыт сөздер жазылғандығы анықталды. Жүргізуші өзінің кінәсін толықтай мойындады. Және де терезенің артқы терезедегі былапыт сөздерді дер кезінде өшірді. Бұл әрекетімнің бұзақылыққа жататынын білген жоқпын. Маған тағылған айыппен келісемін. Айыппұлды төлейтін боламын. Машинамдағы бейәдеп сөз жазылған жапсырманы қазір жұлып тастаймын.